жылы 16 желтоқсанда қол жеткіздік десек, ал 1990 жылы 25 қазандағы егемендік туралы декларация дәл осы тәуелсіздіктің ең алғашқы бастамасы болған болатын. Сондықтан бұл атаулы мереке тек қана мереке ғана емес, сонымен қатар еркіндік пен болашақтың нышаны болып табылады. Осы егемендікке дейін де, егемендіктен кейін де мың өліп, мың тірілген қазағым қаншама нәубет кезеңдерді бастан өткерді, оны өздеріңіз тарихтан жақсы білесіздер ғой. Сондықтан Қалқаман Сарин ақын ағамыз өзінің өлең жолдарында айтады ғой, тәуелсіздікке қол жеткізу қаншалықты қиын болса, оны сақтап қалу да соншалықты қиын дейді. Сондықтан біз болашақ жастар тілімізге, жерімізге, елімізге, тарихымызға деген біздің тараптан ерекше құрмет болу керек. Сіздерге осыны айтқым келеді. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Назар қойып тыңдағандарыңызға көп-көп рахмет.